Wildberries-пен де өтеді, Каспиймен де өтеді. Жаңа бұйыртса Кербез ханым стриммен де сатайын деп жатыр. Конкуренті жоқ, бағасы жақсы, шипалы жаңағы өзінің жақсы свойстволары бар, дәмі ерекше болған екен, халыққа ұнады. Біз айтып отырмыз, сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Каракчайдың дистрибьютор, дилер боламын, қанша пайда табамын деген адамдардың сұрағына шай үстінде жауап береміз. Кардамон дәмін көрейік, бұл енді дайын кофе форматында жасалған, міне көрдіңіздер ме? Машинамен, жұмыста, заправкілерге қойып қойса болады. Дүкендерге жақсалады дейді. Бірақ енді ең бастысы Кербез ханым нөлден үлкен производствоға 32 мемлекет таратқан заводқа күйеу барып келісім шартқа отырып, осыны алу мүмкіншілігін жасап алдыңыздар ғой, үлкен жұмыс сіздер жасап қойдыңыздар. Біз жасап отырғы ең қиын жұмысты Қазақстанға растамашысымен кіргізу, жаңа өнімді кіргізу өте қиын екен. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев, бұл сала таңдау каналы. Естеріңізде болса, осы қаңтар біз Каракчай саласын түсірген болатынбыз. Осы жыл қаңтардың басында, енді қазір жылдың соңы келіп қалды. Каракчайды 4 рет түсіріп жатырмыз. Екінші рет 2 рет Стамбулға барып түсірдік, 2 рет Алматыда түсірдік. Енді мына 4-ші видео. Кербез ханым, саламатсыздар ма, қалайсыздар? Қайтадан Алматыда, бірақ бұл жол қанша теңге товардың ішінде тұрмыз? Келген 300 миллион товар, қазіргі складта тұрған бір 200 миллионға жуық. Және де ең қызығы, бұл товарлардың иесі бар ма? Иесі бар, бұл товар бір кісі алды уже. Толық өтіп қойған. Толық өтті. Түсінікті болды. Каракчайға кіргендеріңізге қанша уақыт болды? Осы жылдың басында. Жылдың басында кірдіңіздер. Енді бір жылды сәтті аяқтап жатсыздар бұйыртса. Иә, шүкір. Серіктестер табылды ма? Серіктестер жақсы табылды. Дистрибьюторлар табылды ма? Табылды. Бірақ толық Қазақстандар қамтылған жоқ. Жоқ, товар аз ғой, жетпей қалып. Біраз қалаларға жетті. Енді жылдың басында Каракчай деген затты халық енді таныды. Енді таныды, Қазақстанға жақсы кірді, аналог жоқ товар. Конкуренті жоқ, бағасы жақсы, шипалы жаңағы өзінің жақсы свойстволары бар, дәмі ерекше болған екен, халыққа ұнады. Бір негатив жоқ қой. Жылдың басында нарықты үйреттіңіздер. Жылдықтың соңы қалай отыр енді? Басында бәрі күмәнмен алды ғой. Өте ма, өтпей ма деп осы. Иә, анализ жасайық, көрейік, өте ма, өтпей ма деді. Алды, 1 коробка, 10 коробка, 1 тоннамен алды, анализ жасалды, нарыққа өтті, супермаркеттермен, үлкен супермаркеттермен, дилерский компаниялар договорға отырды. Қазір мына товардың бәрін бір кісі алып отыр. Оның алдында батыс жақтан 3 фура алған. Қаншадан бастап еді ол кісі? 10 коробкадан бастаған кісі. Яғни қарапайым мынандай бір 10 коробкадан бастаған ба, тура осындайдан? Тура осындайдан Каракчайдың 10 коробкасын алған. Анализ жасайық, өтсе аламыз. Енді шураға қанша уақытта жетті ол кісі? Аз ғана уақытта жетті ғой. Ол кісі 10 коробкадан кейін 5 миллионға, 10 миллионға заказ беріп, осы соңғысында инвестормен бірге жаңағы неге барды ғой. Стамбулға келді ма? Иә, Стамбулға барып. Инвестор тартып, тауып, келіп, көріп, көз жеткізіп. Бізбен кездесіп, мен сторисқа да қойған болатын. Соның келісіп, 3 фураға заказ беріп кетті. Түсінікті болды. Яғни 10 коробкадан бастаған адамдар енді 3 фураға кетіп жатыр. Яғни бұл саланың қазір уақытта бізде сұранысы бар деген сөз. Енді Каракчайды жаңадан көріп отқан адамдарға, жалпы видеоны түсінбей отқан адамдарға таныстырып кетейік. Есіміңіз? Кербез. Қай қаладан? Астана қаласынан, бірақ біз Стамбулда тұрамыз. Каракчайды Қазақстанға алғаш алып келген адам бірімін дей аласыз? Иә, Қазақстанда жалғыз Каракчайдың Camel компаниясының дистрибьюторымыз. Camel деген компания қай жақтікі? Турцияныкі. Қанша мемлекетпен жұмыс жасап отыр? 45 мемлекетпен қазіргі таңда. Жұмыс жасап отыр. Жұмыс жасап отыр. Каракчайды қанша мемлекетке сатып отыр? 45 мемлекетке. Біз бұрын 32 деп едік қой? 35. Қазір 45 деді атаның өзі. Қазір 45-ке жеткен ба сонда? 45. Бұл Каракчай Турцияда жиналады. Жаңағы шет ел арабтарға жиналады бұл. Шет мемлекеттерге. Ұлыбританияға, Англияға, басқа. Европаға. Иә, Европаға жиналады. Қазақстанға сіздермен алғаш рет сатып отыр сондай? Қазақстанның жалғыз дистрибьютор болып, біз арқылы алғаш рет бұл өнімді кіргізіп отыр. Ресейде бар ма бұл өнім? Ресейде бар. Өзбекстанда? Өзбекстанда жоқ ау деймін. Қырғызстанда? Жоқ. Бірақ Түркменстанда бар, қызығы? Бар. Түркменстанда аптасына 1 фура кетеді деді ғой. Түсінікті. Яғни Түркменстанда бар, Қазақстанға Кербез ханымдар кіргізді. Қазір уақытта енді Қазақстанды толық жауладыңыздар деп айта аламыз ба? Жоқ, товар жетпей жатыр ғой бізде. Товар объем жетпей жатыр. Нарықтың қанша проценті білді Каракчайды? Аз. 20% біледі? Жоқ дегенде. Жоқ дегенде. Енді Каракчай деген не бұл? Каракчай деген арабтардың шайы. Ішінде кардамон бар, шафраны бар, имбирі бар, қосылған пайдалы шай ғой. Бұның қанша түрі бар қазір сіздерде? 5 түрі. Мынау неден жасалған? Кардамон. Кардамон деген не? Кардамон деген
полезный өсімдік. Кардамон деген өзі қымбат тұратын, пайдалы, жүрекке, насмырыққа пайдалы өнім. Бұл негізі каракчайдың өзінің свойствосы осы кардамонмен жасалынады. Ал мына имбир, масала деген олар қоспа. Бұл арабтардың шайы. Турция сол араб мемлекеттеріне, Европаға жинап береді осы шайды. Түсінікті болды. Бұл жерде енді кардамон бар, имбир бар. Тағы қандай түрлері бар сіздерде? Масала бар. Масала бар. Ең мықты, тоже дәмі мықты. Масала, шафран бар. Шафранымыз бар. Енді жақсы өтетін осы кардамон, масала, шафран. Жалпы бесеуі де жақсы өтеді. Халыққа жақсы өтті. Супермаркеттер жақсы алып жатыр. Алған кісілер ақшасын көбейтіп жатыр. Түсінікті болды. Ендігі сұрағымыз, сіздер жақында нені қостыңыздар, капучино? Капучиноны қостық. Одан кейін мынандай 3 в 1 кофені қостық. Мына 3 в 1 кофені заводтың бастығы Хикмет аби айтты, мынау өте жақсы сатылады деп. Қазір мынау алған бір апта ба, 10 күн болды ғой келгеніне. Алған дилерлер супермаркеттерге жақсы кіргізіп жатыр екен. Апарып былайынан қоя салу қысқасы. Иә. Бұның енді біреуінің неше штукпен келеді? Неше теңгемен? 45 теңгемен. Біреуі? Иә. Сатады қаншаға? Бірге бір қойып сатады ғой. Біз үлкен объеммен алса, баға түседі. Қанша теңгеге түседі? 36 теңге. Бір штугының бағасы 36 теңгеге төмен түседі. Мына біреуінде неше штук болады? Біреуінде 45 ба? 45 штук бола ма? Иә, 45 штук болады. Мына капучино мынау қандай? Мынаның артықшылығы? Бұл капучино бетінде шоколад бар. Бұның граммы 25 грамм. Бұл үлкен, бұның бағасы өзі қымбатырақ. 89 теңге. 89. Біреуінікі? Иә, келу бағасы. Келу бағасы, иә. Сату бағасы бірге бір бола ма бұл жерде? Бірге бір болады. Бұл капучино 25 грамм. Граммға да қатты байланысты. Ішінде жаңа шоколады бар, соған байланысты. Түсінікті болды. Енді каракчай бойынша сұрағымыз жалғастырайық. Негізгі енді өнім каракчай бізде қазір алып отқан адамдар табыстап отқан, фуралап алып отқан, 10 коробкадан бастап 3 фураға жетіп отқандар. Каракчайдың енді пайдасыз жағын естідік. Сатылу жағы бойынша айтып кетіңізші, кім қалай сатып жатыр? Клиенттеріңіз кімдер? Қай жерлерге беріп жатсыздар? Тек дүкен бе әлде супермаркеттер ма? Дилерский компаниялар, ақшасы бар, бір кәсіппен перспективасы бар, бір каналды қойып қойса, әр қарай жылдар бойы ақша алып келетін бизнес болған кейін уже серьезный бизнеспен айналсам дейтін кәдімгі адамдар келіп жатыр, ақшасы бар, кәсіпте жүрген кісілер келіп, осыны товарды алып, супермаркеттер, магазиндер, оптовиктерге осыны тарқатып, сөйтіп айналдырып отыр. Каракчай нелерде бар ма? Ресторандарда? Ресторандарда, асханаларда, тағам деген кофейняларда. Иә. Тағам сияқты, сонда қанағат сияқты сондайлармен договорға отырып осыларды кіргізіп жатыр. Асханаларға. Бірақ біздің товарымыз толық Қазақстанға әлі жеткен жоқ қой. Сол үшін бізде бос қалалар бар. Товар бос қалаларда тура өзінің бізде товар аз болғаннан кейін бос қалалар бар. Сол бос қалаларда полный жаңағы супермаркетін, оптовиктерін, жаңағы кофейнялары бар, барлығын қамтып соларға бәріне тарқататын, товарды алып тарқататын дилерский компаниялар немесе ақшасы бар кәсіп жасайым дейтін адамдар керек. Түсінікті болды. Әр қаладан қысқаша айтқан кезде керек. Кейбір қалаларда бізде бар, бірақ олардың толық тізімін номерге хабарласу арқылы алсаңыздар болады. Каракчайдың бір қызығы, құрметті көрермендер, дүкендермен жұмыс істегеннен бөлек Wildberries-пен де өтеді, Каспиймен де өтеді. Жаңа бұйыртса Кербес ханым стриммен де сатайын деп жатыр. Яғни қандай каналы бар, сол каналдың бәрімен сатып алады. Өйткені каракчайдың өзі биыл ма өткен жыл ма бір хит бола бастады өзі, бір бутиктар ашылып каракчай деген сөз шығып. Бір каракчайдың өзіне біз бұл анализді қалай Қазақстанға кіргіздік дейтін соң, енді анализді былай жақсы жасадық та. Бір каракчайдың өзіне целый заведение 20-30 миллион теңгені салып, бір каракчайға заведение ашылып жатыр. Ал мынау каракчай бізге неге хит болып кетті нарықта? Бұл бағасы арзан, қолжетімді, каждый дүкенде мынандай стиктермен сатылып отырады. Мынаның ішінде уже халықна доступный да, и дәмі өте ерекше, пайдалы. Сол үшін бұл халыққа өтті. Жақсы мынаны алып жасап атқан кісілер жақсы табыс тауып отыр. Мысалға сол алған кісілер қазір мені видеода көреді ғой. Солардың өздері мысалға олар көргенде ұят болып қалады мен егер өтірік айтсам. Бірақ ол кісілер жақсы табыс тауып отырған, мен қазір ашық айта аламын. Пайда қанша, мысалы, маржа қанша? Бірге бір көреді. Жоқ дегенде, тапсырыс бергенде. Жоқ дегенде бір КАМАЗдан 50 миллион теңге. Таза табылады. Таза табылады. Бұл сіздермен бөліскенде ме, или өзінікі ме? Өзінікі. Біз ол жерде ешқандай қатысымыз жоқ. Олар товарды алады бізден, оптовый бағада, жарты фура, бір фура, одан кейін өздері бір фура мысалға. Розничті сатса? Иә.
в розницу болғанда жаңағы супермаркеттерге бір договорға отырғаннан кейін болды, ол супермаркет тайта өз үшін жұмыс жасап отыр, ол уже сіздерге қайтадан хабарласады, бізге осыны товар әкеліп бер деп. Ең басында бір каналды жаңағы сбытты табу, договорға отыру әр қарай жеңіл кетеді. Иә, жеңіл. Одан кейін каракшайдан кейін бізде қазір мынау капучино мен 3 в 1-ды алып кірген дилерлер бар ғой, супермаркеттерге оңай кіргізіп жатыр екен. Жақсы алып жатыр екен мынаны. Алдында мысалға 5-6 коробка алған кісілер кейін бір 40-50 коробка заказ берді. Ол не деген сөз? Ол осы бір ғана апта бұрын кірген товарымыз супермаркеттер жақсы қабылдаған, алып жатыр. Мынамен, одан кейін мынау ассортиментті көбейтіп жатырмыз. Мынандай бардакпен де. Бардакты мен жаңа айттым сізге. Өткенде Стамбулда көргенбіз. Бұл бардактарға біз не үшін алып кірдік дейтін болсаңыз, бірдемеге сүйеніп алып кіреміз, анализ жасаймыз. Ол жақта 230 ба, 300 ба өнім бар. Бізге үлкен оптовиктер хабарласты. Мынау бардак 10 жылдан бері сатады екен осы жақта. Жақсы сатылады екен, біз осымен жұмыс жасаймыз, заказ береміз деп хабарласқан кісілер болды. Тек өзімізге бер деп отыр ма олар? Тек өзімізге бір қаланы бер деді. Мынандай сұрақ қойыңызшы, сіздер мысалы қазір дистрибьютор болып отырсыздар ғой, осы Камел компаниясымен, дұрыс па? Сіздерден басқа Қазақстанға не жоқ қой дистрибьюция? Дистрибьюция жоқ. Бізден кейін, видео шыққаннан кейін қаншама адам прямой заводқа барған. Тікелей звондаған? Иә, тікелей. Тек барғандар да бар ма? Барғаны да бар, звондағаны да бар. Барлығын бізге жібереді. Бізден артық тек қана Қазақстан бойынша біз ғана. Яғни келісімшартқа сіздер отырыңыздар, барлық шығыс пен кіріс сіздер арқылы өтеді. Егер толыққанды өз қаласын алам деген оптовик шықса, тікелей сіздермен байланысады. Мысалы, Таразды маған берді, Таразда тек қана мен сатайын, сіздермен жұмыс істейді, сіздер дистрибьюторсыздар, сіздер деген Тараз менікі болсын деген сияқты. Сіздермен жұмыс істей алады, заводқа хабарласып барудың қажеті жоқ. Завод бізге жібереді. Біз бір қаланы мысалға бірнеше қаланы қазір беріп отырмыз дистрибьютор 3 КамАЗ алған кісілерге біз договорға отырамыз. Эксклюзивный договор болады. Тек қана сол кісілер. Одан кейін сол қаладан мысалға Ақтаудан бізге хабарласса, біз жаңағы договорға отырған официальный дилерге, сол кісіге жібереміз. Сол кезде оның оптовиктері болады. Бізге келген клиенттер сол кісіге жіберіп отырамыз. Қысқасы үлкен дистрибьютор болған адам сол жақта оптовик болып отыра алады қосымша. Бізге хабарласқан кісілер, сол қаладан хабарласқан кісілерді біз жаңағы бізбен договорға отырған дилерге жіберіп отырамыз. Түсінікті болды. Қысқасы құрметті көрермендер, енді міне ассортиментпен таныстырдық. Қазір енді дәмімен танысатын боламыз. Дәмі бұл жерде емес, дәмі және де маржасы, пайдасымен танысамыз дейді былайша айтқан кезде. Оны біз Кербез ханыммен дастархан басында, яғни студияда жалғастырсақ деп отырмыз. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Каракчайдың дистрибьютор, дилер болам, қанша пайда табам деген адамдардың сұрағына шай үстінде жауап береміз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Енді мынаның дәмін көрейік. Аты қалай дедіңіздер ме? Кардамон. Кардамонның. Кардамон дәмін көрейік. Бұл енді дайын кофе форматында шығады, міне көрдіңіздер ме? Крышкасы да бар, жанында қасығы да бар. Және де былайына тұрады, мына тартып ашамыз, ана бүйтіп ашқан кезде ішінде мінекейіңіздер. Шайы дайын. Бұл жақсы жаңағы тоже сатылады екен. Мен жаңа айттым ғой сіздерге кімдер сататынын. Бұл да бір үлкен нарық десеңізші. Иә. Қатты кипяток емес екен, қатты қайнап тұрған су емес екен. Қысқасы өте ыңғайлы. Машинамен, жұмыста, заправкілерге қойып қойса болады. Дүкендерге жақсы алады дейді. Алматының оптовиктері хабарласты ғой бізге. Осыны фуралап аламыз деді. Тек қана бізге беріңдер. Тек осыны беріңдер деді, бірақ олар. Біз бұны ашық айтайын, бұны біз алып келу не түрткі болды, сол кісілер түрткі болды. Біз қарадық, олар айтты, біз осы сияқты бір өнімді 10 жылдан бері сатамыз деді. Қазір енді осымен жасасақ па деп жатырық дедік. Біз енді басқа біздің қазір әр қаладағы дилерлерге де ұсынамыз. Жақсы өтіп тұрған өнім болған. Сұраныс бар дегеннен кейін алып келдіңіздер ғой қысқасы. Әйтпесе ана жерде 132 түрлі ассортимент тұрды ғой негізі. Сол түрткі болды бізге. Біз кез келген товарды алатын кезде анализ жасаймыз ғой, сұраныс бар ма, жоқ па. Сұраныс болғаннан кейін біз алып келдік. Түсінікті болды. Енді маржа бойынша кетейікші, пайда бойынша. Дәмін өткенде де айтқанбыз, қазір де айтып отырмыз, өте керемет. Ішкенге де ыңғайлы, өзіңмен алып жүргенге де ыңғайлы. Қарапайым заправкілерге қойсаңыздар да өзімен алып кетемін десе, үйге барып жасаймын десе де, мысалы мынандай неде тұр. Бұны іліп жабыстырудың қажеті жоқ, міне дайын тісімен барасыздар, өсіп қойып кетесіздер кассаның алдына. Үшеуден саудасын жасап, сома қала береді.
болмаса міне пачкілеп сатсаңыздар да болады. Иә. Тура осылай. Одан кейін мынандай пачкамен сатуды да халықты үйрету керек. Осылай да сатып жатқан дилерлер бар. Айтады, біз осылай ашып та қоямыз, былай да қоямыз деп. Дүкенде. Дүкен, супермаркеттерде жақсы кетеді. Мынау пробаға көрсе, мынаның дәмін бір көрсе, одан кейін мынаны пачкалап алады. Бір түрінен, мынадан 5 түрінен 5-еуін болса, сауда жақсы болады. Енді пайда бойынша кетейікші, мысалы бұл сала кімдерге арналған? Жалпы дистрибьюторларға, оптовиктерге, дилерлерге, дүкендермен жұмыс істеп жүргендерге, оптовый рынокта опыты бар адамдарға, жалпы ақшасы бар, обороты бар адамдарға, өз дүкендерге бір дүниені дистрибьюциясын алып таратып жүрген адамдарға бұрыннан келатқан. Жалпы осы жерде тәжірибесі бар, жолы қойылған, бүгін товар арасында ертең айландырып жібере алатын ақшасы бар адамдар болса, мен соларға таратсаңыздар болады, соларға жіберсеңіздер болады. Өйткені шынымен Қазақстанда аналогы жоқ, өте жақсы немен кірген өнім каракчай. Жақсы немен былай кейспен кірді деп айтсақ болды, яғни бәрі риза болды, осы күнге дейін бір негатив туындамай, алған адам байланды десек болады да, қайдан алдың десе, Стамбулдан алып келдім, Стамбулдан тапсырыс беруге бола ма деген сұрақ қояды да. Қазір енді бұны Қазақстанның әрбір дүкенінде тұруға міндетті өнімдердің бірі, енді бұны кәсіпкерлер жасайды, әрине Кербес ханым және бұны күйеуі бұл кісілер бүкіл Қазақстанға үлгермейін деп тұрсыздар ғой. Сіздерге де сұрақ қоятын шығар енді. Неге өздерің жасамайсыңдар? Неге өздерің таратпайсыңдар деп? Біз бүкіл Қазақстан бойынша, мен Оланға да айтып жатырмын, біз бүкіл Қазақстан бойынша физически үлгермейміз. Біз онда шлей, ондай енді пысық емеспіз. Бірақ енді ең бастысы Кербес ханым нөлден үлкен производствоға 32 мемлекет таратқан заводқа күйеуге барып келісіп шартқа отырып, осыны алу мүмкіншілігін жасап алдыңыздар ғой, үлкен жұмыс сіздер жасап қойдыңыздар. Біз жасап отырмыз. Ең қиын жұмысты Қазақстанға растамашқысымен кіргізу, жаңа өнімді кіргізу өте қиын екен. Біз оны кейін біліп жатырмыз. Қазір қалай болып отыр? Қазір өте жақсы. Қалай кірді? Біз алдында бір 2 ай осы жерде отырып қалдық қой. Кіргізу үшін? Иә, кіргізу үшін товар СВХ-да жаңа растамашқадан өтпей бір жарым ай тұрып қалды ғой. Бүкіл халық болып күттік. Енді бұны Қазақстанға жаңа өнімді шетелден, Турциядан кіргізу оңай емес екен. Көбінесе кейін айтып жатыр, кәсіпкерлер через Россия, через басқа жақтан кіргізеді екен. Бірақ біз прямой кіргізіп отырық. Үлкен бүкіл күшті де салмақты да барлығын өзімізге алып кіргізіп, бүкіл каналын қойдық. Одан кейін мына товарды Қазақстанда хит қылып жатырмыз. Қазір қанша уақытта кірді осы фуралар? Кіргеннен кейін бір күн растамашқысынан өтеді, болды. Бірден өтіп кетті ме? Бірден. Біз Стамбулдан кейін кезде біздің фурамыз СВХ-ның алдында бізді күтіп тұрды. Қысқасы жол жасап қойдыңыздар ғой? Жол жасап. Енді логистикадан проблема жоқ. Логистикадан проблема жоқ. Енді ары қарай енді нөлден деген енді брендтен де проблема жоқ. Карак деген сөзді бір 20 адамның бір 5-еу естіген шығар қазір кемі. Карак бұл қазір нарыққа ең қазір бізде жаңағы қажылыққа баратын компаниялар көп қой. Солардан карак чай деген со жақтан келді. Со жақтан да реклама келіп жатыр. Оған заведениелер ашылып жатыр. Одан кейін бұның дәмі ерекше, аналогы жоқ, конкуренті жоқ. Басқа жоқ карак сатылатын бізден басқа. Сол Турциядан келетін осы біздің чайымыз каждый дүкенде сатыла алады да, қолжетімді. И біздің жаңа дилерлеріміз бір қаланы алса, біз сонда преимущество беріп отырмыз. Сіз ғана сол бір-ақ адам жұмыс жасайды бір қалада. Енді неге чай сату керек деген сұраққа, мысалы қарапайым кофенің өзін қарасақ, nerede бізде капучино бар. Или болмаса мына 3 в 1-ды бересіңіз. Бұның өзі әлем бойынша мына кофе деген дүние неден дейді? Мұнайдан кейін ба? Екінші орында екен, сатылым бойынша. Әлем бойынша сатылымда екінші орында, яғни сіздер күнде адам чай ішеді, өз қазақ өз білесіздер. Одан кофе ішеді қазір, одан қалса қазіргілер. Бұның енді болашағы зор болып баратыр. Кофе қазір біз көп ішіп жатырмыз. Чайды қатты ішеміз. Бұл бір кола сияқты, болмаса бір энергетический сияқты емес та сіздердікі. Болмаса сүт сияқты анда-санда бір ішетін дүние емес, бір мейрамдарда болмаса аптасына бір рет. Таңертең түсте кешке ішетін зат та бұл. Яғни тұрақты қолданыстағы дүние деп айта аламыз ғой. Дұрыс. Бұл қазақтардың қазіргі біздің нарықтың мәдениетіне кіргізейін деп отырмыз ғой. Кіріп жатыр жаймен деп. Бұны тарататын адам болса дилер. Бұл ұлан екеуміз күнде видео түсіре бермейміз. Бұның каждый қалаға дилерлер анықталатын болса, мысалға осы уақытқа дейін алған дилерлер, оны босатпайды ол қаланы. Онда мүмкіндік берілмейді бұдан кейін.
бүкіл Қазақстанды, әр қаланы, әр облысты алып алған кісі, одан кейін ол кісі ол өнімді бермейді. Сол қалаға өзі ғана сатады. Өзі ғана. Сол үшін бұл нәрседе де қазір мысалға нарыққа кіріп жатыр, анализ жасалды, 1 коробка, 10 коробка анализ жасап көрейік деді. Жасап көрді, халық алды, өтті, табысын көрді, қайтадан ақшасын көбейтіп, қайтадан тапсырыс беріп жатыр. Енді әр қарай уже үлкен объемға шығып бүкіл қаланы жаулап алады, болды. Әр қарай уже ол қала бос болмайды. Қысқасы, серьезный тәжірибелі, опыты бар дилерлер, дистрибьютор деген не екенін білетін, белгілі бір затты келіп сатып сол жолда жол қойған, дүкендерді танитын, оптовиктерді танитын, супермаркеттерге жол жасап алған адамдар керек қой. Бірден кіріп нарықты алып, фуралап кететіндей бірден. Фуралап, иә. Сондықтан енді маржаға қарай керекші, пайдаға. Ол кісілер енді жарайды, жақсы сатады, мәдениетке кіргізіп жатырмыз, күнде 3 уақыт ішу керек, тағы басқа. Енді қанша пайда табады ол кісілер? Бір фурадан негізі мысалға мынау 75 теңге болатын болса, бірге бір қояды. 130-дан сатып жатыр. 130-дан. Енді бір фурадан 75 болса 150. 150. Біз енді жаңа логистикасы бар, жолы бар, басқа бәрін алып тастаған кезде бір фурадан 50 миллион көреді. Егер оптым сатса ма, жеке сатса ма? Магазиндерге оптым сатқанда 50 миллион көреді. Жеке сатса, одан да көп көреді. Енді бұл жеке сата бермейді, негіз таратшы бере салды. Біз енді жеке айтпаймыз, как минимум. Енді бір фурада неше не болады? Пачка? Енді коробкасымен айтайын, 1590 пачка болады. Коробка болады. Аха, оны қанша уақытта таратып тастауға болады? Мысалы, сіздер қазір 1000 кеватқан фураны қанша уақытта таратып тастап отырсыздар? Біз Қазақстанға келген кезде 1-2 күнде, бізде қазір товар жоқ қой. Қазақстан бойынша таратып отырсыздар? Қазақстан бойынша. Түсінікті, олда нарықтың сыйымдылығын бір есептеп шықтыңыздар ма? Сыйымдылығы бір қалаға бір фура болып тұр. Айына? Айына бір фура не ала ма? Бір фура, иә. Бір қала қабылдай алады негізі, үйренсе? Қабылдай алады, ол кішігірім қала. Енді Алматы, Астананы айтып тұрған жоқпын, Шымкентті айтып тұрған жоқпын. Алматыға кемі 5 фура кететін шығар? Біз арнайы специалистермен, жалғыз мен емес, мен жолдасым, басқа кісілермен біз бұның бәрін есептедік. Негізі одан да көп. Мен енді қазір бастамасында 2-3 фура демей-ақ қойын, 1 фура деп айта берейін енді басында, халық үйренгенше, бірақ бұдан көп. Бір фураның бағасы қанша? 2-3. Бір фураның 70 миллион 500 мың теңге. Бір фура тапсырыс берсе қанша уақытта кіреді қазір бұйыртса? 1 ай, 1,5 айда кіреді. Кемі? Енді сертификаты, документі барлығы дайын ғой? Барлығы бар. Қазақстанға кірген кезде, растаможкадан өтетін кезде, полный документі болмаса, растаможкадан өткізбейді. Сертификат, халал сертификат, өзінің европалық стандартқа сай ма, сай емес па, бүкіл пакет документі болады. Біз оны дилерлерге береміз, дилерлермен эксклюзивный договорға отырамыз. Олар барып, жаңағы супермаркеттерге апарып табыстайды. Және де бұл жерде мынандай переводтары бар, қазақша переводтары болу керек. Үлкен супермаркеттерге тапсыру үшін міне. Қазақша переводмен біз арнайы жаңағы заводқа. Енді мына Камел заводында, құрметті көрермендер, каракчайдан бөлек, мысалы, мына каракчай бар, бұның 5 түрі бар, одан каракчайдың мынандай түрін көрсетіп жатырмыз, кофенің мынандай түрін көрсетіп жатырмыз, одан мынандай түрін көрсетіп жатырмыз. Тура осы ассортименттерден қанша? 132-е? 136 ма? 230. Қазіргі ассортимент па? 230. Жалпы чайға қатысты, кофеге қатысты, дастарханға қатысты 230 түрлі ассортимент бар. Оның бәрін әрине бірден кіргізе алмайды. Кербес ханымдар каракчайдан бастаған, енді капучиномен кірдіңіздер, енді бұйыртса мына дүниені кіргізіп жатыр. Яғни сіз алда уақытта бір каракчаймен ғана сол нарықты қамтамасыз етпейсіз, қосам десе, ассортимент, дистрибуция кірем десе жетеді. Ол Стамбулға да келе алады ғой, болашақта партнерларыңыз? Болады, иә. Келіп, көріп, қарап. Ал енді ол жерде Хикмет деген үлкен кісі кәсіпкер. Сол кісінің ұсынысы бойынша ғана қазір Кербес ханымдар жүріп жатыр, өйткені бұл кісілер эмоцияға берсе бәрінеке болуға болар еді. Бірақ ол кісі де біледі енді, қалаларды, мемлекеттерді осы саласымен жаулаған өзінің чаймен. 32, одан да 45-ке жоқ мемлекетті жаулаған. Әрине, аздап кірген. Каракчайды салып қойған, кофені салған, триванном салған. Яғни ол кісі де біз өткенде барған айтқан, мынау жетеді пока сендерге деп. Ертең осыдан аяқтан тұрбаңдар, одан тағы да ассортимент қоса бересіңдер, өйткені брендті танытсаң, дәмін танытсаң, репутация жинасаң, ары қарай халық осының брендтің атынан келіп отқан дүниенің бәрін қысқаша айтқан кезде ала береді. Иә, дұрыс, олан жаңа біз
бізге де келеді да, ең мықты өтетін қайсысы дейді. Біз де тура осы сұрақпен заводқа барған кезде осы сұрақты қойдық. Заводтың өнімдері көп қой, соның ішінде ең мықты өтетін ол кісі айтты каракшай деді. Осыдан бастаңдар. Осыдан деді, осыдан бастаңдар. Шайдың түрі жетеді ғой жерде. Шайдың. Одан кейін мынау қызыл классика и капучино деді. Одан кейін для ассортимента мынаны берді. Айтқандай болды, енді Аллаға шүкір, мынаны жаңағы 3 в 1 кофені алып берсеңізші, қызыл. 3 в 1 кофе анау. Иә, стик. Иә, бұны супермаркеттер қиналмай алып жатыр екен. Бұл кофе дәмі қандай, көрек емес. Кофе ма, кофе күнде өтетін. Қасаң жанында жақсы орын алады да, кішкентай жерде. Иә, барлығы удобно дейді да, жақсы өтіп жатыр. Алған кісілер қиналмай сатып жатыр. Одан кейін бізде заводта ол кісі жаңағы адам кіммен жұмыс жасайсың, жаңағы ортаңды өзгерт деген нәрселер бар ғой енді. Кіммен жұмыс жасасаң соған қарай өсесің деген сияқты. Тура бұл нәрсе бізге де бір пайдасын берген сияқты. Ол кісіге біз 1 тонна бер, халыққа көрсетейік, дәмін көрсетейік, пробасын көрсетейік деп ең алғашқы барған сөйтіп айтқанбыз. Ол кісі кесіп айтты, үйтіп сендер айналыспай ақ қойыңдар деді. Бұл кәсіппен бұл өтеді деді. Мынау чай ма? Бұл өтеді деді. Мен бұған сенімдімін. Аласың ба? Үлкен масштабпен кір. Сен жақсы табыс табасың, жақсы жұмыс жасайсың, алып кетесің деді. Егер ол кісілер бізге 10 коробка 1 тонна беріп отырған кезде, мүмкін біз бұндай дәрежеге жетпес пе еді. Басталып аяқталмас деді. Иә, ол кісінің нормасы, палкасы жоғары қойды да бізге. Біз соған өлтіріл бастап, фура деді, бітті. Фура деді, бітті, біз соған өлтіріл келісіп, соны кіргіздік 0-ден. Негізі шама жетпеген. Негізі білесіз ғой 0-ден бастап, ашық айттым ғой. Қазір енді складта 300 миллион товар тұр. Бір жылға әлі жеткен жоқ, шүкір. Осы сіздерге рахмет. Халықтың, бірінші Алланың, екінші сіздің аудиторияңыз мықты, одан кейін халықтың арқасы. Шынымен жақсы планка қойып берген. Қазір енді кербез ханымдарға жай адамдар емес, тәжірибесі бар адамдар керек. Өйткені бұл өнім шынымен сұраныста, бірден оборотқа айналып кететін, бірден бір-екі фураға өтетін. Яғни Қазақстанда нарық бар. Бұл кісілерден басқа конкурент жоқ. Каракчайда басқа дистрибьюторлар жоқ. Тек осы кісілермен жұмыс істейсіздер, осы кісілермен өсесіздер. Және бұл кісілерге әр қаладан әртүрлі адам керек емес. Бір 10 адаммен бүйтіп неткен. Жақсы бір адам шықса, сол кісімен серіктес болып қалса тұрақты. Қазақстан бойынша бір 14 партнер болса, негізі жетіп жатыр ғой сіздерге. Жетіп жатыр. Серьезно. Мүмкін даже 5-еу болар, мүмкін серьезный болса. Бізде бір кісілер 3 қаланы алып отыр. Бір қаланы 10 коробкадан. Сол сияқты бір 5 адам шықса жетеді десеңші. Жетеді. Соттан құрметті көрермендер, міне кәсіпті 0-ден бастады Кербез ханым. 0-ден бірдеңе бастауға бола ма деген адамға міне сұрақ жауабымыз осы. Және де Кербез ханым алып келген өніміне дәмі де керемет. Ана айтады ғой, жіпсіз байладым дейді. Жіпсіз байлайтын өнім. Және де маржа табатын, пайда табатын өнімдердің бір инвесторлармен кіріп жатыр, елдер әйтеуір аздан бастап үлкен объемға шығып жатыр. Сондықтан салаз деген адамдарға міне мына номерге хабарласыңыздар. Толық ақпарат осы жерде. Және де адам саны өте шектеулі. 20 адамда керек емес бұл жерде. Бір адам аласалар мүмкін сіздерден бүткіл Қазақстан. Бүкіл Қазақстанды бір адам алса да нарық жетеді қысқасы. Сондықтан қысқасы құрметті көрермендер, толық ақпарат мына номерде серіктес боламын десеңіздер хабарласыңыздар. Өзіңіз бір ауыз айтып кетіңіз. Товар өтіп тұр, анализ жасалды, ақшасы бар, серьезно кәсіппен айналсам дейтін дистрибьюторский компаниялар болатын болса, хабарласыңыздар, біз сіздермен тұрақты түрде жылдар бойы жұмыс жасауға дайынбыз. Және де видеоны жіберіп қойсаңыздар да болды осы видеоны. Видеоны алса жүрек басыңыздар, пікір жазыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Сау саламат болыңыздар.